Қайырлы күн достар. Бүгін біз ет бәлішін жасайтын боламыз. Осындай жүп-жұмсақ пісіргенде оп-оңай пісірілетін ет бәліші. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпайық. Таза ыдысымызға 200 грамм қаймағымызды саламыз. Қаймағымыз 15-20% болуы тиіс. Қаймақ қамырымыздың жұмсақ болуына өте жақсы. Келесі сары майымызды ерітіп, қаймағымыздың үстіне құямыз. Жұмыртқаны міндетті түрде сыртын жуып саламыз. Bir шай қасық тұзымызды саламыз. Осының бәрін біркелкі қылып араластырамыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткіземіз. Bir шай қасық қопсытқышымызды алып, оның үстіне салып араластырып жібереміз. Ары қарай массамызға ұнымызды саламыз. Ұнымызды салып, қолымызбен әбден араластырамыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізуді ұмытпайық. Осындай бізде жүп-жұмсақ қамыр шығады. Қамырымызды үстіне салафан жауып демалтамыз. Жанына қойып қояйық. Келесі бізде салмасын дайындаймыз. Салмасына бізге 2 пияз және 1 картоп керек. Пиязымызды жуып тазалап тураймыз. Мен ең бірінші әр уақытта пиязымды, тұз, бұршымды салып араластырып, содан кейін фарш салғанды ұнатамын. Сол кезде дәмі сочный жақсы болады. Картопымызды тураймыз. Картоп пияздың үстіне 1 шай қасық тұзымызды салып, қара бұршымызды салып, қолымызбен әбден араластырамыз. Біреулер картоп пиязды уақтап турағанды ұнатады. Уақтап турап араластыруға да болады. Келесі фаршымызды алып, осы пияз картоптың үстіне салып, тағы да араластырамыз. Әбден араластыру керек. Содан кейін демалған қамырымызды алып, кішкене илеп жіберіп, 2-ге бөлеміз. Жүп-жұмсақ қамыр болады. 2-ге бөлген бір бөлігін оқтаудың көмегімен қамырымызды жаямыз. Пергаментный бумагымызды төсеп, қамырымызды жайып, жұп-жұқа қылып жаюға болады. Содан кейін үстіне салмамызды саламыз. Салмамызды біркелкі қылып жайып саламыз. Салмамыздың түгел дерлік бәрін саламыз. Көп болмайды. Міне осылай жайып аламыз салмамызды. Оның үстіне екінші қамырымызды жаямыз. Жан жағын
қысып осылай жауып аламыз. Содан кейін ирелек қылып әдемілейміз. Бұл уақытта пешімізді 150 градусқа қыздырып қоямыз. Пәлішіміздің ортасын осылай кесіп қоямыз. Келесі бізде жұмыртқаның сарысын алып, тек сарысын алып, бәлішіміздің үстіне жағамыз. Немесе жұмыртқаның сарысын алып, бір қасық, шай қасық сүт қосып жағуға да болады. Мен тек жұмыртқаның сарысын алып, бір келкі қылып жағып шықтым. Енді күнжітімізден себеміз. Күнжітіміз әдемі болу үшін бәлішіміз. Немесе тмен себуге болады, немесе қара күнжіт себуге болады. Бір келкі осылай күнжітімізді сеуіп шығамыз. Противнімізді алып, астына қаратып, осылай пирогымызды орналастырамыз. Мен пирогты противнің астына орналастырамын, ішіне емес. Сол кезде пирогымыз тікесінен тұрады. Жақсы тұрып, тіке әдемі болып піседі. Міне төңкеріп осылай противнің астына қоямыз. «150 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минут пісіреміз. Міне, қып-қызыл болып, әдемі болып пісті пирогымыз. Кескенде жұп-жұмсақ, дәмі өте тәп-тәтті болып шығатын пирогымыз дайын. Фаршымыз біркелкі болып, шашылмай әдемі болып шығады. Қонаққа да қоюға болады. Видео ұнаса соңына дейін қарап, лайк басып тіркелуді ұмытпайық достар.